Қиямет сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Жоқ, қиямет күніне серт, сондай-ақ өзін өзі жазғырушы нәпсіге де серт. Адам баласы бізді өлімнен кейін шашылып қалған сүйектерін жинап, қайтадан тірілтпейді деп ойлай ма? Әрине, жинағанда қандай, тіпті біз оның саусақ іздерін де қайтадан қалпына келтіруге құдіреттіміз. Алайда адам баласы дүниеде күнәға батып өз білгенінше өмір сүру үшін алдындағы қиямет күнін жоққа шығарғысы келеді. Сөйтіп ол ақирет сенімін мазаққа айналдырып, әлгі қиямет күні қашан деп сұрайды. Қатты үрейден көздері қарғып, қарауытқан, ай тұтылған және күн мен ай бір-бірімен тоғыстырылған кезде, міне сол күні адам баласы қашатын жер бар ма дейді. Жоқ, ол күні бас сауғалап паналайтын жер жоқ. Ол күні бәрінің барар жері Раббыңның құзыры болмақ. Ол күні адам баласына дүниеде өз қолымен істеп ақиретке жолдаған жақсы жаман істері мен істемей кейінге қалдырған барлық істері түгелдей білдіріледі. Сөйтіп адам баласы өз-өзіне қарсы куә һәм айғақ болады. Ақталып қанша жерден сылтау айтса да солай болмақ. О Мұхаммед, өзіңе уахи келгенде оны бірден жаттап алайын деп тіліңді асығыс қимылдатпа. Өйткені оны сенің жүрегіңе толық жинау һәм өзіңе оқыту, яғни Құранның толық жиналуы мен оқылуын қамтамасыз ету бізге тиесілі іс. Ендеше біз оны оқыған кезде, яғни Жәбірейіл періште саған уахи жеткізіп жатқанда, сен оның оқылуына мұқият құлақ асып, ілесіп отыр. Содан кейін оны тәптіштеп түсіндіру де бізге тиесілі іс. Жоқ, сендер қолма-қол пайданы, яғни көз алдарыңдағы қу дүниені жақсы көресіңдер. Соған аңсарларың ауып, соңында жүресіңдер. Ал ақиретті ескермейсіңдер. Кейбір жүздер ол күні қуаныштан бал-бұлы жайнайды. Раббыларынан көз алмайды. Енді бір жүздер ол күні тұнжыраған кейіпте, бел омыртқаны үзіп түсетін ауыр соққы жейтіндіктеріне, яғни адам айтқысыз ауыр азапқа душар болатындықтарына көздері жетеді. Жоқ, жаналқымға келген сәтте, бұны айықтырып аман алып қалатын кім бар делінеді. Міне сонда жаны алқымға тіреліп, хал үстінде жатқан пенденің жақындармен айырылысатын сәттің таяғанына көзі анық жетеді. Жан тапсырудың азабынан қос сирақ бір-бірімен айқасады. Сол күні бәрі Раббыңның дәргейіне айдалады, жөнелтіледі. Әлгі өлім аузында жаны қысылған адам дінге де сенбейтін, намаз да оқымайтын еді. Қайта дінді мойындамай, талаптарынан сырт айналатын еді. Онымен қоймай, өзінің әлгіндей жат қылығына мәз болған кейіпте кердеңдей басып, үй ішіне қайтатын. Ендеше сауап болды саған, сауап болды. Иә, сауап болды саған, сауап болды. Сен осынау жазаға лайықсың. Адам баласы өзін елеусіз, ескерусіз қала беремін деп ойлай ма? Ол кезінде ытқып шыққан бір тамшы шәһуат суы емес педі. Артынша ана құрсағына сүліктей жабысқан жабысқақ нәрсеге айналды. Сөйтіп, Алла оған келісті кескін келбет беріп, адам етіп жаратты. Һәм одан қос жыныс түрінде ер мен әйелді жаратты. Сонда мұның бәрін істегеннің, яғни Алланың өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жетпей ме?